жұмабекұлы, Семей қаласы номер 6 гимназия 3А сынып оқушысы. Менің зерттеу тақырыбым Абай шығармалары мен мәңгілік ел идеясының сабақтастығы. Зерттеу жұмысымның өзектілігі. Қазақтың ұлы ақыны Абай Құнанбаевтың өлеңдері бүгінгі таңда бізге берер тәрбиелік мәні мен мазмұнын жойған жоқ. 175 жылдығына орай данышпан ақынның мұраларын қазіргі қоғаммен байланыстыру маңызды деп санаймын. Зерттеу жұмысымның мақсаты ұлы ақынның өлеңдерін оқып насихаттай отырып, қазіргі замандағы еліміздің тарихымен байланыстырып тәлім-тәрбие алу, зерделеу. Зерттеудің міндеттері: мәңгілік ел сөзінің терең тарихи тамыры мен үлкен мағыналы мәнін құндылықтарын түсіну. Абай Құнанбаевтың өлеңдерін қазіргі еліміздің даму байланысымен анықтау. Біз үшін болашағымызға бағдар ететін ұлтты ұлы мақсаттарға жетелейтін идея бар. Ол мәңгілік ел идеясы. Мәңгілік ел жалпы қазақстандық ортақ шаңырағымыздың ұлттық идеясы, бабаларымыздың арманы. Қазақ елінің ұлттық идеясы қандай болу керек деген сауалға елбасы барша қазақстандықтарды біріктіретін ел болашағының іргетасын қалаған басты 7 құндылықты ұсынды. Олардың Абай шығармашылығымен қандай сабақтастығы бар? Зерттеп көрейік. Мәңгілік ел құндылықтары. Біріншіден, бұл Қазақстанның тәуелсіздігі мен астанасы. Тәуелсіздік дегеніміз елдің егемендігі, халықтың бостандығы. Абай шығармаларының сабақтастығы. Абай қазақтың әрі баласын ұлтжанды азамат етіп тәрбиелеуге шақырды. Оның мұрасы елдікті қадірлеудің негізі. Мысалы, Абайдың ел тәуелсіздігін зарығып күткендігі көк тұман алдындағы келер заман өлеңіне анық айтылған. Көк тұман алдындағы келер заман үмітті сәуле етіп көз көп қадалған. Көп жылдар көп күнді айдап келе жатыр. Сипат жоқ, суретті жоқ, көзім талған, деп айтқан. Екінші құндылық — бұл қоғамымыздағы ұлттық бірлік, бейбітшілік пен келісім. Абай ірі гуманист, ақын. Сондықтан Абайдың түсінігінше ең қызық өмір татулық, достық. Абай өмірінің соңына дейін достықты жырлаумен болды. Жүрегі жұмсақ, білген құл, шын дос таппай тыншымас. Пайда мақтан бәрі тұл, доссыз ауыз тұщымас деген. Бұл өлеңнің ұлы ақынның достықты жыр еткен барлық өлеңдерінің кілті. Үшіншіден, бұл зайырлы қоғам және жоғары руханият. Абайдың шығармаларына зер салсақ, оның үнемі елдің алға жылжуына, өсіп өркендеуіне шын ниетпен тілеулес болғанын, осы идеяны барынша дәріптегенін байқаймыз. Ал ілгерілеудің негізгі білім мен ғылымда. Абай қазақтың дамылсыз оқып үйренгенін бар жан тәнімен қалады. Ғылым таппай мақтанба деп білімді игермейінше биіктердің бағына қоймайтынын айтты. Ол ел дәулетіне болу үшін ғылымды игеру керектігіне назар аударды. Ұлы Абайдың пайда ойлама, ар ойла, талап қыл артық білуге деген өнегелі өсиетін үшінші құндылықпен байланыстырды. Төртіншіден, бұл индустрияландыру мен инновацияларға негізделген. Экономикалық өсім. Мәңгілік ел болу үшін ұлттың рухын асқақтатып, тілін, дінін, тарихын, әдебиеті мен мәдениетін, яғни ұлттық құндылықтарын жете зерттеп насихаттау міндеті тұр. Абайдың ойынша, табыс табу үшін қолөнер үйрену керек. Себебі мал жұтайды, өнер жұтамайды деген 33-ші қара сөзінде ұлы ақынның бұл ойлары бүгінгі Қазақстан қоғамы үшін де өзекті деп санаймын.
Бесінші құндылық – бұл жалпыға ортақ еңбек қоғамы. Жалпыға ортақ еңбек қоғамы адал еңбекке ынталандырудың жолын табу. Абай өлеңдерінде еңбек етсең ерінбей, тояды қарның тіленбей, тамағы тоқтық, жұмысы жоқтық аздырар адам баласын. Өзіңе сен, өзіңді алып шығар. Еңбегің мен ақылың екі жақтап деген қазыналы ойлар бәрімізге жақсы таныс. Әр адам осы тұжырымдарды санасына берік тоқып, өзінің адал еңбегімен айласына үлгі болу керек. Алтыншы құндылық – бұл тарихтың, мәдениет пен тілдің ортақтығы. Абай айрықша дәріптенген игілікті істің бірі – тіл үйрену. Ақын 25-ші қара сөзінде өзге тілдің адамға не беретінін тоқталып, әрбіреудің тілін, өнерін білген кісі онымен бірдейлік дағуасына кіреді, аса арсыздана жалынбайды, дейді. Демек, өзімізден озық тұрған жұртпен деңгейлес болу үшін де оның тілін меңгерудің маңызы зор. Жетінші құндылық – бұл еліміздің ұлттық қауіпсіздігі және бүкіл әлемдік өңірлік мәселелерді шешуге жаһандық тұрғыдан қатысуы. Абай өлеңдерінде ел бірлігі, ынтымақ, береке мәселелері сөз болады. Мысалы, сегізаяқта біріңді қазақ, бірің дос, көрмесең істің бәрі бос, малыңды жауға, басыңды дауға, қор қылма, қорға татулас. Атақты өлеңнен өз тақырыбымызға қатысты үзінділерді ғана алдық. Бұл қанатты қағиданы әр қазақ жүрек түкпірінде берік ұстауы керек. Биыл Абай Құнанбайұлының туғанына 175 жыл толады. Абай Құнанбайұлы ғұлама, ойшыл, ақын, ағартушы, аудармашы, композитор ретінде ел тарихында өшпес із қалдырған. Елбасы Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев болашаққа бағдар, рухани жаңғыру атты мақаласында қоғамдық сананы қайта түлетудің маңыздылығы туралы айтты. Осы орайда Абай мұрасының тигізер пайдасы зор деп есептеймін. Ұлы ақынның шығармалары бүгін де өзектілігін жоғалтқан жоқ. Абайдың ой-тұжырымдары баршамызға қашанда рухани азық бола алады. Қорытынды: біз ұлттық сананы жаңғыртамыз және бәсекеге қабілетті ел боламыз десек, Абайдың шығармаларын мұқият оқуымыз керек. Абай мұрасы біздің ұлт болып бірлесуімізге, ел болып дамуымызға жол ашатын қастерлі құндылық. Абай арманы – халық арманы. Абайдың өсиет өнегесі 21 ғасырдағы жаңа Қазақстанды осындай биіктерге жетелейді.